Так, саламатсыздар құрметті оқушылар. Бүгін әдеттегідей Брейниктің 7-шілігінің 2-ші турына сіздермен біздер жүздесуге нәсіп еткен екен. Сондықтан да осы турды бастау үшін сіздерден бір рұқсат сұрап қойсақ. Ал онда ұпайлар жаңа ескертіліп өтті. Уақыт кетірмейік. Бірінші қысқа сұрақ, қысқа оқиғадан бастасақ. Ойын ережесі мен ойлаймын, таңдау өзінде деген өмірде. Сондықтан бізге осы сұрақ беріліп отыр. Бірінші сұрақ былай деймін. Так, бұл мүмкін емес дейді екен Сылтау. Бұл ақылсыздық дейді тәжірибе. Яғни түсінікті ғой, бұл бір пайдасыз нәрсе дейді екен, менмендік. Ал байқап көр дейді екен, мына бір жаңағы қасиет деп айтсақ та болмаса, бір жақсы бір нәрсеміз. Жоғарыда түсінікті болды ғой, бір қайталап өтем. Бірінші, бұл мүмкін емес деп Сылтау айтады екен адамға. Істей алмайсың, мүмкін емес деп. Бұл ақылсыздық деп тәжірибе айтады екен. Бұл пайдасыз нәрсе деп менмендік. Сөйтіп пайдасызға шығара салады екен. Байқап көр деп мына нәрсе бізге айтады екен. Не нәрсе айтады? 2 минут уақыт, шешім қабылдап. Әлі араларға түсірді. Дұрыс жауабында берейік кезек. Мүмкін емес дейді Сылтау, ақылсыздық дейді екен тәжірибе. Бұл пайдасы нәрсе деп менмендік айтатын болса, байқап көрсейші деп айтады екен бізге. Арман деген нәрсе. Арман байқап онда да жоқ дейді. 9 арда. Жоқ. 9. Тек 8-де бір вариант бар екен. 8-де дұрыс белгілемегенсіңдер ғой сіздер? 1 балл. Сондықтан негізгі дұрыс жауабына бір фокус беру керексіңдер. Мынау нағыз дұрыс жауабы деп. Түсіндер ма? Сол 6 варианттың ішінде біреуі ең жүректеріңе қонған біреуін беру керексіңдер. Егер сол дұрыс шықса 2 балл аларыңдар. Ағылшыншасы жоқ болса. Ағылшыншасы болғанда 3 балл аларыңдар. Сондықтан өрде белгі жоқ болғандықтан 8-ә 1 балл алып қойсаң 5-ке жеткізіп отыр. Молодец. Арман деген ешкімнің ойына келмеген. Бізде адеген, бадеген. Екінші сұрақ. Осы арман деген сұрақ жалғасады. Баяғыда бір қария жас жігіттен біреу арман деген қариядан бір жас жігіттен баяғыда бір қария кешіресіңдер жас жігітке келіп арман деген не деп сұрапты. Сонда жігіт ата арман деген бұл қиял ғой деп жауап берген екен. Қария жоқ балам, арман дегеніміз ол ақыл ойдың шыңы дейді. Құш ұссам дейді, бала өссем дейді. Қыз мынандай болсам, жігіт бақытты болсам, қарт 100-ге жетсем дейді, ақылды дана болсам дейді, ұстаз шәкіртіне үлгі болсам дейді, деген екен. Сонда қыз не болсам дейді. Қыз мынандай болсам
Kız ne bolsa Yerden ameliyat zamanı bir minut olmayacak. Ha, yeni çıkar. 30 gün kadar. Bir klas çekmeyeceğiz. Yok balam arman degen akıl oydun işin ha. Kuş uçsam deydi, bala össem deydi. Jigit bakıtlı bolsam, kart yüzüge jetsem, akıl dana bolsam, Musa Şakir'in ölügü bolsam deydi. Armanına adasmagan jetet, birak adaskan armanını jete almay ketet. Ahmaktın armanı bolmaydı. Armanına akıldı jetet. Ahmak bul ömürden tüngülü ötet degen eken kariya. Sögözdegi ne degen surakta kız körüktü bolsa. Cevap koyarsan 9'a jetkizip aldı. 9A. 8A men tengesip aldık başı. 8A 6 pay jinap. Ondan osip öttü degesi. Oğlan çıkarıp yıklamanda. Şu sırada geldi. Altı boydan. Altı boy degesi. Hayırlar. İleyim kaldı. Nikolaevich. İt toyu bak, ormanga kep serüvenlerdirse aldından aşıktan işiden jabız falan kaskı çıkar. Jünü жылдыраған itten kaskır, ey it, kaşan görsem kanın top. Jünün жылдыр, men bolsam 2 күннің бірінде ашпын. Sen tamaқты қайдан табасың деп сұрапты. İt, bizde it аяқ деген болады.
Soğan yegemiz күнде тамақ түйіп қояды. Соны ішіп аламыз депті қасқыр. Депті. Қасқыр сонда, сен ол үшін егенге не қайтарым жасайсың дейді. Ит сонда былай дейді. Түнде үй күзетіп аула қоримыз. Бары сол ғана депті қасқыр. Ит. Қасқыр, итеке егеме сөйлес, мен де сол жұмысқа тұрғысы берсейші деген өтініш айтады. Сол кезде ит жарайды, ол қиын емес, мен жүр деп екеуі ауылға тартып бара жатса, қасқыр иттің мойнындағы жүнсіз жолақты байқапты. Қасқыр, итеке, мына мойныңдағы не жолақ деп сұрайды. Сонда ит, мен түнде күзеттемін, тамақ бергенімен, күндіз егем шынжырмен мойнынан байлап қояды дейді. Қасқыр сонда, ит, ондай болса, рахмет, байлаудағы тоқтықтан мынандайдағы аштығым артық деп орманына қарай жорта жөнелген. Яғни байлаудағы тоқтықтан қандайдағы аштығы артық деген сұрақ. Сонымен иттің өмірі жақсы, қасқырдың өмірі жақсы деген жағдайға байланысты дейсің ғой. Сонымен қасқыр, итеке байлаудағы тоқтықтан деген екен. Қазір мен жерде шум болып миды ашытпас үшін синоним сөздер қабылданбайды. Мен мәтіндегі сөзді ғана қабылдаймын деп тағы да ескерте кетейін. Біздікі де мынау мағынаны береді деп мен мойнынан алып әдемі деген бермейді ма? көрікті деген тұр ғой қазақ. Сондықтан ескерту дұрыс жауабымыз тоқтай қалды. Байлаудағы тоқтықтан бостандықтағы аштығым. Екіншісінде бостандық белгілетіндер ғой, екі ұпай болса. Бұлар әшей переводын жатыр. Келесі. Уайымдама, әділдігіндегі 100% кепілдік бірім. Тоғын жағында ба? Бостандық бар, бір ұпай. Тоғыншы әсімір. Бостандық бар, бір ұпай. Сегіз жасының артында бар көрген бір ұпай. Сегіз әде. Еркіндік деген жазыпты, бірақ ол еркіндік бізге тура келмейді деп айтылды. Сондықтан олар ұпайсыз қалып кетті бұда что-то. 11-лерде 9 ұпай болды енді. Бізде 10 ұпай болды. 10-шы сыныпта 7 ұпай. 9 ада 10. 9 әде 11. 8 ада 10. 8 әде 6. Bölüm sıra. Başarından var mı? Yok. Onda şaşıranlar ne? Bölüm tınlayın ben. Şaşıranlar da yine takip koymayın. Bireyler ökbeledir cengesine, bireyler aşınıp jür tengesine, bireyler köter almay ömürcü gün ketkisi kelip ağır jergesine, bireyler azap korup jahınынан күн түсіп жатады сөнбесіне әттең ай неге бұлай болды екен деп көп жанның қиындығы келдесіне негізі шыдау керек бұл жаратқан көтере алмас жүк көрмес пендесіне біреулер қиналдым деп арыз сатады біреудің құмар болдым аңсатады негізі кінәлі емес тағдыр оған адамдар бірін бірі шаршатады біреулер ақшасының жоқтығынан біреулер көп сөздердің боқтығынан шаршадым деп жас ақса көздерінен біреулер жалығып жүр тоқтығынан барлығынан шаршаған бір бауырым дейді маған сондықтан көп тығылам еңселі адам азайып бара жатыр айырылмай жүретін шоқтығынан жұмыс таппай сендер әр алаңда біреулер жарамай жүр қараманға кейбіреу осал жерін байқатпайды
байқайын деп жүзіне қарағанда, онысы да дұрыс қой, өзін өзі сыр бермейтін бөрідей санағанда, бірақ та бәсекелес сол өмірде сөлмайды қиналып аламанға. Біреулер мезі болып бастығынан, біреулердің қастығынан шаршап жүрген жандарды есім алсам, бас ауырат қоғамның ластығынан. Әлгі досым айтқандай шаршап кетсем, мына мен де бәрінен рас тығылам, шынын айтсам бәрі де жай бір сынақ, төгудің керегі жоқ, жасты бұған. Шаршағандар қаншама жетімдіктен, көп ортада ұялып, бетін бүккен, қарап тұрсам солардың. Мына жер артық, жандардан үйде отырып бетін күткен, махаббаттан шаршадың бір адамдар, еркегі ішіп, қыздары жылағандар, сен біреуге адалдық ете алмасаң, өзгелерден адалдық сұрамаңдар. Нағыз бақыт жүрмейді қарабасқа, бір түнде ойлап, сезімге құлағандар, ей, соңында жеңіске жетеді екен, осылардың бәріне шыдағандар дейді. Так, сұрақ, айтта қайдан сұрақтан просто бітіре салайын дедім, жарты жерден үзбей. Шаршағандар қаншама жетімдіктен, көп ортада ұялып, бетін бүккен, қарап тұрсам, солардың мына жері артық, жандардан үйде отырып, бетін күткен дейді. Шаршағандар қаншама жетімдіктен, көп ортада ұялып, бетін бүккен, қарап тұрсам, солардың мына жері артық, жандардан үйде отырып, бетін күткен. Шаршағандар көп ортада ұялып бетін бүккен, қарап тұрсам солардың жүрегі артық. Төрт сұрақ. 11 сыныпқа бір ұпай келді. 10-шы бір ұпай өкінішке орай Арманды деп жазып өтті. Bir upay, Oğuz A, 3 upay. Keles 8 A. Yok bir de. 8 Ege Bey gitme ne oldu? Ağay, Kim upay alады? Birinciden upay alam деген ниет болу керек. Екіншіден шынайы ойлану керек. Үшінші бірін-бірінде құрмет жасау керек топта. Ондай болмаған жерде береке де болмайды, бірлік те болмайды, upay да болмайды. Сондықтан екі upay қалған кезде мен айтқан кеңестерімді неғылып, жақсылап upay алып алыңдар деп тілеймін. Так, ауыстыру дейді. Яғни ауыстырылған нәрселер көп екен қазіргі заманда. Сондықтан осы мәселе бойынша бір сұрақ. Бізге ең жетіспейтін жанымыз сусап шөл деген құндылықтың бір. Қайта башламай. Данышпан жігітті қалып жатқан көруге алып келеді.
Оны лақатқа кіргізіп аузына мықтап бекітеді, сәлден кейін жігіттің шыңғырған дауысы шығады. Жұрт соған қабірде қашқан жігітті ойбайлап қабірді ашқанда дейді. Жігіт ойбайлап ат шығады. Оны данышпан әзер тоқтатып, «Ей, не болды?» дейді. Жігіттің өңін қашып тұрып бозарып кеткен. Алтының да құрсын, байлығың да құрсын. Көрде көрген азабын тартқан машақатын ауызбен жеткізе алмаймын. Не көрдім дейді данышпан. Көрге түскен сол еді, жанының көзіме көрінді. Қаптаған құрт құмырсқа жәндік атаулы тәнімді шыға бастады. Кенет көктен бір қарш атты жылан атылып келіп кеудеме қонды. Аяқ тілін шығарып шақпақ болды. Бұрын жолда келе жатып, жол шетінде отырған қайыршыға бір үзім нан беріп едім. Сол нан Құдайдың құдіретімен пайда болып кетіп, жыланға қалқан болды. Қаршы нанға баса алмай кетіп қалды, дейді кемсеңдеп. Данышпан, енді не істейсің? Ат басындай алтын берейін ба, баюдың жолын көрсетейін ба деп сұрайды. Жігіт әлі есін жимаған күйі. Маған тек мынандай нәрсені жасауды үйретіңіз. Денім сау, болса малды өзім-ақ табамын деген. Нені жасауды үйретіңіз деді. Сұрақ түсінікті? Кет тұрмын. Мен мына үшін алып апарсайын ба? Алып кетейін. Ой, бағана бар. Бағана не алып отырмын да? Бағана. Маған қолым жетпейді, мен ағай қараң. Маған